Саламатсызбы, және бел емтиханына дайындалып жүрген оқушы. Біз бүгін неше емтиханына келетін сандық сипаттамадан мына есепті қарастырамыз. Сандық сипаттамада қай қатар үлкен, сол вариант дұрыс болады. Қараңыз, енді бұны есептеместен бұрын басы алып есептемейміз. Берілген есепте бірінші қандай оңай жолы бар, соны қарастырамыз. Мысалы, қараңыздар, А деп қояйын. 3,5. Енді қара, таңбалар ережесін пайдаланамыз. Плюс пен минус нені береді? Минусты береді. Минус 2,7 деп жазып аламыз. Келесі Б қатар. 3,5. Минус пен минус нені береді? Плюсты береді. Енді екеуін салыстыра есептемек. Мына бір саннан бір санды азайтып, одан келесі санды азайтты. Ал мына жерде бірінші санға екінші санды қосып, одан келесі санды азайтты. Енді қайсы үлкен? Әрине, Б үлкен болады. Сондықтан жауабы Б қатары болады екен. Яғни бұнда есеп берілсе, бірден есептемей-ақ логикалық жолмен қалай тез есептеуге болады, соны қарастырады екенбіз. Күнделікті мен сабағым осылай YouTube каналыма салып отырамын. Менің каналыма жазылып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.